Мен әрдайым өзім қолданатын осы аламан өнімдерін сіздерге де ұсынар едім. Аламан өнімін қолданатын сарбаздарымыздың саны артып келеді. Ендігі жерде нағыз ерлерге арналған күш пен қуатты толыстыратын өнімдерімізді профи бокстағы жолын енді бастап келе жатқан Бауыржан Бекмұрзаев та қажетіне жарата бастады. 7 кездесуде жеңілмей келе жатқан талантты боксшы әлі әлемдік рейтингтерде атой салуға дайын. Ал тұрақты тұтынушыға айналған Саламат Есбулаев американдық ПФЛ лигасының жауынгері атанды. Ендігі жерде жарқын файтер аламанның күшін жаһандық аренада паш етуге құлшынып отыр. Саламаттың әлемді шеберлігімен тәнті ететіндігіне сенім мол. Тек қана табиғи қоспалармен жасалынатын біздің өнімдер қазірдің өзінде мыңдаған адамдарға көмектесті. Сіз де қалыс қалмай аламанның алдыңғы қатарындағы сарбаздарына қосылыңыз. Хабарласыңыз, қалыс қалмаңыз. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Сонымен Жәнібектің ісінен нүкте қойылды. Кеше өзінің соңғы шешімін IBF ұйымы жариялаған еді. Әрине, олар шығарған үкім бізге ұнамады, дегенмен заңдылық осы. WBO қайта оң қабақ танытты біздің боксшыға. Әйтпесе тіптен құр алақан қалатындай екен қазақ стайл. Жалпы қорытынды вердикт өте тамаша болды. Мен солай санаймын, өйткені Жәнібекте бір белбеу қалды. Енді шеттету мерзімі аяқталғанда ол чемпиондық жекпе-жектерін жалғастыра бермек. Дегенмен, енді Әлімханұлы орта салмақтың қожайын емес. Допинг дауы бәрбір ызғарын сездірмей қоймады. Енді мұнда үлкен жекпе-жектер жоқ. Иә, дәл солай. Осы дауға дейін жағдай қалай еді? Бәрі унификация, абсолют туралы айтып жүретін. Енді олай емес. Басты 3 белбеу енді 3 тараптың қолына өтеді. Жәнібектегі WBO-ның өзі қазір жартылай күшке ие. Өйткені күн ертең-ақ уақытша чемпиондық белбеудің иегері анықталмақ. Және ол да өзін чемпион санайтын болады. Түбінде Жәнібекпен бокстасады. Ал бос қалған IBF маңында қазір үлкен қимылдар басталды. Тим Цзю, Этиноса Олиха, Шакил Томпсон секілді жаңа ойыншылар пайда болды ол жақта. Дегенмен әзірге ұйым белгілі бір үміткерлерді атамады. Олар кім екен міндетті түрде айтады. Ал WBO үшін Бентли мен Сааведра қосылды. Бір сөзбен басты рөлдегілердің қатары көбейді. Әйтпесе біз Әлімханұлы, Лара және Адаместен басқа ешкімді айта алмай жүретінбіз. Мүмкін бұл өзгеріс енді өлердің азақ алдында тұрған дивизионды тірілтетін де шығар. Шындығын айтсақ, Жәнібекте арман жоқ. IBF ол 2020 жылдан бері ұстап келді. WBO-ны тіптен одан ертерек ағалды. Екі белбеуде біздің боксшыға ең оңай деген жолмен келді. Олар үшін драмалы жекпе-жектер өткізген жоқ. Оппозициясы қаншалықты әлсіз болған өздеріңіз де көрдіңіздер. Десе де оларды Жәнібек таңдамады ғой. Өздері шыға кетті. Ал жалпы алғанда бәрі басқаша болуы да мүмкін еді. WBO үшін Деметриус Андрадемен болар жекпе-жектерді қатты көргіміз келген. Алайда мұрнын шүйіріп қазақты менсінбеген американдық түбі өзі құрдымға кетті. WBO-ны қалай босатып берді, солай ешкімнің назарына іліге алмады. Қазір қайда жүр, не істеп жүр ешкім білмейді. Ал Әлімханұлымен айқасқанда біз жақсы шоу көретін едік. Жәнібекте бос белбеу емес толыққанды чемпионды тақтан тайдырар ма еді? Джермал Чарломен болу мүмкін кездесулерше. Оларды ойласам тіптен іш ашиды. Чарлоның да тағдырын білесіздер, басы даудан сол күйі арыла алмады. Ол да белбеуден қағылып қайдағы бір Адамеске бүйіріп кетті. Әр нәрсенің басы мен соңы болады. Орта салмақ дивизионның алтын ғасыры. Жарайды, шарықтау шегі дейікші, ол Генаның заманы болатын. Сұмдық шақ еді ғой бұл аймақ. Атақты Канелоның өзі тартынып жүріп әрең кірді ғой, нағыз қожайын қартайғанын күтіп. Сол бір кезең қазақ про боксының да шыңына жеткен сәті еді. Өкініші сол Жәнібек дивизион құлдилаған тұста ғана бой көрсетті. Орта салмақ құлағаны соншалық ең түбіне жетті. Ал мына бір өзгеріс енді мидлвейтті қайтадан көтере ме? Меніңше әрбір өзгеріс бәрібір бір нәтиже береді. Ол оң ба теріс па оны уақыт қана көрсетіп бере алады. Енді Әлімханның болашағы жайлы. Жаңа дәуірге қазақ чемпионы араласуы қажет пе? Жеке пікірімде бұл қажет дүние емес. Қазақ стайлдың салмақ көтеруі жайлы мен соңғы 2 жыл бойы айтып келемін. Өйткені мұнда ол жетеріне жетті. Профи бокс бұл бизнес қой. Ол өткен ғасырдың 50-ші жылдары-ақ бизнес болып қалыптасқан. Ал қазақ стайл әлі де мұны спорт деп қабылдап жүр. Кешегі мәлімдемесінде мұны айтты. Неге? Менде жауап жоқ. Егер Жәнібек әуесқой спортта болмай, бәрін осы профтан бастаса түсінер едім. Спорттың көкесін ол көріп тастады ғой. Әлем чемпионы болды, олимпиадаға қатысты. Міне, спорт сол жақта. Ал мұнда бизнес. Ғасырлап қалыптасқан бұл қағиданы ешкім сындыра алмайды. Спорт деп қарасаң, онда алдыңнан шығып жекпе-жек сұрағандардың бәрімен кездесе бер. Міне, сол кезде бұл спорт болады. Я қазір миллиондап талап ете алмайтын шығарсың. Дегенмен оның да уақыты келеді. Бірақ ол дәл осы орта салмақта емес,
басқа биіктікте. Профи-бокстағы жетістік тәуекелге бел байлауға да көп байланысты. Жайлы ортадан шықпай қою кімге жақсылық келген? Бар супер орта салмаққа. Бірақ ол жақтың да уақыт кетті-ау. Жартылай ауыр салмаққа кет, сондағы мықтылармен күшіңді сына. Бой бар, денсаулық бар, басқа не керек? Орта салмақта енді Жәнібектің қалуы екіталай. Өйткені күннен күнге бұл лимитке сай келу қиындайды. Күшпен қаламын десе, ағзаны қатты қинайды. Қосымша күш беретін немесе қалыпқа келуге көмектесетін препараттар енді қол жетімсіз. Тағы бір рет ұсталса, бітті. Мансап аяқталады. Желтоқсанға дейін өз есебінен ақы төлеп, тексерілетіні тағы бар. Бір сөзбен, ағзаға қолдаусыз Жәнібек 3 раундқа шыдайтын әуесқой боксшыдан артық болмайды бұл аралықта. Бұл шаруаны ол да шешуі керек. Бірде-бір проф-боксшы допингсіз жұмыс жасамайды. Бәрі ондайды қабылдайды, онсыз 10-12 раунд боксасу мүмкін емес қой. Ал мұндай мүмкін болу үшін жан-жақты байланыс керек. Мен мұнымен жаңалық ашып отырғаным жоқ. Қайсынан сұрасаңыз да айтып береді. Бір сөзбен, Жәнібекті қиын кезеңдер күтіп тұр. Дегенмен, оның абыроймен оралар сәтін тағатсыздана күтіп жүрміз. Бейнематериал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.